Сонымен мені құттықтап қойсаңыздар болады. Жақында біз бір клиентімізге автокредитование бойынша Евразийский банктен жаңадан график алдық. Егер естеріңізде болса, осыған дейін мен айтқан болатынмын. Ол клиент сол Toyota Camry 70-ті банкке қайтадан қайтарып, жаңағыдай просрочкаға шығып қалған, содан банкке қайтадан қайтарып, олар өзі сатып алсын деген ниетпен банкке жаңағыдай банк менеджерларына барып сөйлесіп көрген. Ол жерде банк қызметкерлері сіздің машинаңызды 7 миллионға оценка жасаймыз и примерно бір 5 миллионға сатамыз деген. Ойлаңыздаршы, Toyota Camry 70 2023 жылғы жап-жаңа салоннан алынған. Оның бағасы, енді былайша айтқанда, нарықтағы бағасы 7 миллион тұруы мүмкін емес нәрсе. Сондықтан да ойлаңыз, одан кейін ол клиент маған консультацияға келді, ол жерде түсінді, банкке машинаны берудің қажеті жоқ екенін, арғарай келісім жасап жаңадан график алу керек екен, машинаны берудің қажеті жоқ екенін түсінді. Өйткені мен нем айтамын, автокредитование бойынша машинаны банкке немесе коллекторлық компанияға, ЧСИ-ға бермеудің барлық амалдарын жасаңыздар деймін. Неге? Өйткені машинаны алып қойғаннан кейін, жаңа көрдіңіздер ғой, Toyota Camry 70-ті олар примерно 7 миллионға бағалап жатыр. Бұл өте төмен сумма. Сондай төмен қарыз қалған өзі, егер қателеспесем, 25 миллиондай қарыз қалған. Енді ойлаңыз, сол клиент маған келмей сол машинаны банкке беретін болса, банк примерно 5 миллионға сататын болса, 25 миллионның қарызын, яғни 5 миллион жабылады. Арғарай бұл клиент 20 миллион қарызды тағы да төлеуге міндетті болады. Енді ойлаңыз, алдыңғы төленген суммалар жоқ кредит бойынша. Первоначальный взносты айтпаса да болады. Ары қарай төлеп жатқан жаңағы банкке машинаны берді. Машинада жоқ бұл клиент енді. Одан кейін тағы да қарыз сумма қалған. Сондықтан да бұл клиент үшін өте қолайсыз жағдайлары өкінішке орай солай болып жатады. Сондықтан да сіздерге айтатын үлкен өтінішім, автокредитование бойынша просрочка басталды ма, дереу заңгерден консультация алуға тырысыңыздар. Менің парақшама жазылып қойсаңыздар, міндетті түрде менің парақшамда автокредитование мен ипотекаға байланысты пайдалы ақпараттар өте көп. Жалпы несиеге қатысты ақпарат өте көп.